10 сынып физика пәні номері 4 сабақ. Тақырыбы қисық сызықты қозғалыс кинематикасы. Сабақтың мақсаты қисық сызықты қозғалысты сипаттайтын шамаларды анықтау. Сонымен қайталау сұрақтары. Өткен сабақ бойынша бірінші сұрақ. Қозғалыстың қандай түрлерін білесіз? Екінші сұрақ. Түзу сызықты және қисық сызықты қозғалыстар немен ажыратылады? Үшінші сұрақ. Түзу сызықты және қисық сызықты қозғалыстар үшін жол мен орын ауыстыруды салыстырыңыз. Олай болатын болса, жаңа сабаққа назар аударайық. Сонымен қисық сызықты қозғалыс дегеніміз бұл траекториясы қисық болып табылатын қозғалыс. Мысалы, шеңбер, эллипс, гипербола, парабола. Қисық сызықты қозғалыс түрлеріне келесі сурет мысал бола алады. Суретте көріп отырғанымыздай, яғни қисық траектория бойымен қозғалған денелерді қозғалысты қисық сызықты қозғалыс дейміз. Ал қисық сызықты қозғалысты сипаттау үшін шеңбер бойымен қозғалысты сипаттап үйрену керек. Одан кейін қисық сызықты қозғалыс моделі ретінде шеңбер доғасының бойымен қозғалысты қарастырамыз. Алдарыңызда айдың жерді және жер серіктерін айнала қозғалысы, Сатурн сақинасы суреттері көрсетілген. Бұлар шеңбер бойымен қозғалысқа мысал бола алады. Жолдағы айналма қозғалыста, сонымен қатар басқа да сағат, қарапайым өмірдегі басқа да мысалдар шеңбер бойымен қозғалысқа мысал бола алады. Қисық сызықты траекториямен қозғалыс үдемелі. Осы үдеудің физикалық мағынасы жылдамдық векторы үнемі өз бағытын өзгертіп отырады. Оның бағыттары және формуласы төменде көрсетілген. Шеңбер бойымен қозғалыстың сипаттамасы. Бұған дейін 9 сыныпта біз сіздермен шеңбер бойымен қозғалысты сипаттау үшін период және жиілік деген физикалық шамаларды енгізген болатынбыз. Сонымен период дегеніміз бұл шеңберді бір айналым жасауға кеткен уақыт. Ол үлкен Т әріпімен белгіленеді, өлшем бірлігі секунд. Ал жиілік дегеніміз керісінше шеңбер бойымен бірлік уақыт аралығындағы айналым саны. Ол нью әріпімен белгіленеді, ал өлшем бірлігі секундтың -1 дәрежесі, немесе осы жиілікті анықтаған ғалым Генрих Герцтің құрметіне Герц деп те алынған. Формуладағы Т ол қозғалыс уақытын білдіреді, ал кішкентай n дегеніміз ол айналым санын білдіреді. Сонымен жиілік пен период арасындағы байланыс кері байланыс деп айта аламыз. Мына жерде біз шеңбер бойында көрсетілген нүктені бақылай аламыз. Бір период ішінде нүкте шеңбер ұзындығына тең қашықтықты жүріп өтеді. Сөйтіп, біз оның орташа жылдамдығын шеңбер ұзындығы 2 πr-дің период т-ға қатынасы ретінде есептей аламыз. Айналу периоды артуымен жылдамдық мәні азая беретінін көреміз. Яғни, айналу жиілігі көп болса, жылдамдық та үлкен болады. Бұл қозғалыстың түрін шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыс деп атайды. Сонымен сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Шеңбер бойымен қозғалыс кезіндегі сызықтық жылдамдық. Дене радиусы r болатын дене шеңбер бойымен қозғалғанда бір период уақыт ішінде шеңбер ұзындығына тең қашықтықты жүріп өтеді. Егер дене шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалса, оның жылдамдығын келесі формуламен өрнектеуге болады. Яғни төменде көріп отырған формуламыз сонымен сызықтық жылдамдықтың формуласы. Жоғарыда біз айтып кеткендей, айналу периоды мен айналу жиілігі бір-біріне кері шама болғандықтан, сәйкесінше біздің формуламыз да екі түрде жазылады.
Ал жылдамдықтың бағыты жанама екенін жанындағы келесі суреттен көре аламыз. Бұрыштық жылдамдық. Бұрыштық жылдамдық деп дененің бұрылу бұрышы осы бұрылу бұрышының бұрылуға кеткен уақытқа қатынасымен өлшенетін шама. Бұрыштық жылдамдық омега әріпімен белгіленеді. Ол бұрылу бұрышының, яғни фидің, бұрылу уақытына, яғни т-ға қатынасына тең физикалық шама. Ал төменде көріп отырған формуламыз v тең болады омега көбейтілген r. Бұл формула сызықтық және бұрыштық жылдамдықтардың арасындағы байланысты көрсететін формула. Жанама және центрге тартқыш үдеулер. Қисық сызықты қозғалыс кезінде үдеу жанама және центрге тартқыш үдеуден тұрады. Жанама үдеу дегеніміз жылдамдықтың векторы шамасының өзгерісінің нәтижесі. Ал центрге тартқыш үдеу жылдамдық векторы бағытының өзгерісінің нәтижесі. Жоғарыда айтып өткендей, жылдамдық шеңбер бойымен қозғалыс кезінде жылдамдық шеңберге жанама бойымен бағытталады, ал үдеу центрге қарай бағытталады. Сондықтан да центрге тартқыш үдеу келесі төмендегі формула арқылы өрнектеледі. Яғни көріп отырғанымыздай v квадрат бөлінген r. Келесі формулалар нормаль үдеу, тангенциал үдеу және толық үдеу модульдерінің формуласы. Жазып алайық, әрі қарай есеп шығарғанда бірге қолдануды үйренеміз. Олай болса, бірге есеп шығарып көрейік. Электрофор машинасының кішкентай тегерішінің радиусы 8 см. Ол минутына 1200 айналым жасайды. Егер үлкен тегерішінің радиусы 32 см болса, оның айналу жиілігі қандай? Бұл есепті келесі теңдік арқылы шығарып, жауабы 300 айналу минутына тең болады екен. Мұқият қарап, шығару жолын назар аударып үйреніп алайық. Олай болса, келесі тапсырманы өзің орындап көре ғой. Бұл жерде сіздерге тест тапсырмасы берілген, ауызша және есеп. Есептер өте жеңіл, орнына қойып, орындап, қайта жіберуге болады. Сонымен бүгінгі сабақты бағдаршам әдісі арқылы аяқтайық. Яғни сіздер маған қызыл түс жіберсеңіздер, онда бүгінгі сабақ мүлдем түсініксіз болғаны. Ал егер сары түс жіберсеңіздер, онда сабақты түсіндім, бірақ сұрағым бар деген сөз. Бұл жерде бірден сұрақтарыңызды жазып жіберуге болады. Ал егер де маған жасыл түс жіберсеңіздер, онда сабақты толық түсіндім деген сөз. Рахмет.